Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сладкий колбаса, яғни тәтті шұжық дайындайтын боламыз. Керекті заттар бізде осылар. Видеоның соңына ингредиенттерін жазып қалдырамын. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Қант, какао, сүт, сливочное масло бөлме температурасында еріген. Бірінгетін салып, орташа отта майымыз ерігенше араластырып, қайнатуды қажет етпейді. Біркелкі массаға айландырып аламыз. Дайын болды. Оттан алып, печеньемізді қолымызбен аздаған бөлігін осылай бөліп аламыз дағыны. Қалған бөлігін блендерменен ұсақтап аламыз. Ыдысымызға салып, аздап орехті қостым. Орехті де ұсақтап аласыздар блендердің көмегімен, немесе оқтаушаның көмегімен ұсақтап аласыздар. Дайын болды. Дайын болған массамызды осылай үстіне ыдысымызға құйып, силиконовый күрекшемен немесе қасықпен араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Дайын болды. Өте дәмді, керемет, пешті қажет етпейтін тәтті фольга немесе пищевой пленкаға осылай колбаса сияқты қылып орап шығамыз ұзынша етіп. Дайын болды. Холодильникке 3 сағатқа немесе морозилькке 1 сағатқа қалдырасыздар. Мен холодильникке қойдым. Осындай тәтті, керемет, дәмді печенье шықты. Арасындағы печеньелеріміз, қолымызбен ұсақтаған печеньелеріміз әдемі, көрікті болып тұр. Жасап көріңіздер.